Карли Гусе шынымен де кейтяп па? Әлде бұл әлдекімнің ойынан шығарған ақпараттары ма? Сәлем достар, кейтяп туралы видеодағы белсенділіктеріңіз бізді қатты таңғалдырды. Сұраған 1500 лайктарымызды жоқ, тіпті жарты күнде жинап тастапсыздар. Дәл осы лайктың рекордын осы видеода бұза аламыз ба? Келесі видеоға дейін осы видеоға барынша лайктарыңызды басып тастаңыздар. Барлығы сол видеоның жалғасын түсірші деп кетті. Бірақ кейтяп ютубтан кеткен соң әлі нақты ештеңе таба алмадық. Солай сіздерге сол қызға ұқсайтын Карли Гусенің қалай жоғалғанын және бұл шынымен де кейтяп деген ақпараттардың қаншалықты шындыққа жанасатынын айтатын боламыз. Ендеше сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Карли Гусе туралы қысқаша баяндап береміз. Карли Гусе 2002 жылдың 13 мамыр күні дүниеге келген. Ата-анасы Линдси Ферли және Закари Гусе. Карли кішкентай болған кезде ата-анасы ажырасып кетеді. Солай әкесі Мелисса есімді әйелге үйленеді. 2018 жылдың тамызында Карли, Мелисса және әкесі Закаримен бірге Калифорниядағы кішігірім Чалфонт атты ауылға көшіп кетеді. Ауылдағылар оқу жұмыс үшін көрші ауылға қатынайды екен. Карлиді танитындар оның көңілді және өмірге деген көзқарасы жақсы екенін жеткізеді. Жоғалмастан біраз күн бұрын Карлидің құрбысы ол өзін біреу телефоннан аңдып жүрген секілді сезінгенін айтады. Барлығы 12 қазан күні басталады. Карли өгей анасынан футбол көруге сұранады. Рұқсатын алғаннан соң ол жігіті Дональдпен бірге вечеринкаға барады. Біраздан соң Мелисса қызға қоңырау шалып, үйге жеткізіп салайын ба дейді. Алғашқыда Карли, жоқ, қажет емес, мені Дональд апарады дейді. Осыдан соң сауық кеште барлығы көңілді жүрсе, Карли өзін біртүрлі ұстайды. Жігіті, ол музыкадан да, менен де қорықты дейді. Арадан бір сағат өтті ма, өтпеді ма, Карли Мелиссаға хабарласып, мен ойландым, тезірек мені бұл жерден алып кетші, жылдам, маған қорқынышты дейді. Мелисса жылдам жолға шығып, сауық кеш болып жатқан үйге келсе, Карли жоқ. Мелисса қызды іздеп, оны бір жерден көреді. Карли телефонның жарығын қосып, қорқып жүгіріп бара жатыр екен. Сосын Мелиссаны көріп, көліктің артқы орындығына отырып, оған қалай қорққанын айтады. Әйел, ол бозарып, елес секілді болып, қарашықтары үлкейіп кетті дейді. Әкесі Закари жұмыстан үйге келген соң, 1-2 стакан ішімдік ішеді. Осыдан соң үйге Мелисса мен Карли келеді. Карли оларға жақсы көретінін қайта-қайта айта береді. Ата-анасы не болды деп сұрай бастайды. Карли болса бүкіл сұраққа білмеймін деп жауап береді. Мелиссаның айтуынша Карли бірдеңе шеккені мойындапты. Ол оны ауруханаға апарайын деп жатып, қатты қауіпті ештеңе байқамаған соң ол ойыннан айнып қалыпты. Біраздан соң Карли тынышталып, Мелиссаға менің тырнағымды бояп берші деп сұрайды. Солай анасы оның тырнағын бояп, оған кітап оқып береді. Мелисса телефонын алып, құпия түрде Карлиді видеоға түсірмекші болады. Кейіннен оған көрсету үшін. Видео 8 минут 45 секундқа созылады. Карли видео барысында ұйқым келіп тұрған жоқ. Егер мені біреулер өлтіріп кетсе, Мелисса 911-ге хабарласасың ба деген екен. Мелисса да оған жауап беріпті. Таң атады. Мелисса шамамен таңғы 5:30-дарда оянады. Қасында Карли бар екен. Сосын ол қайта ұйықтап қалып, 7:30-дарда оянса, уже Карли жоқ. Мен онымен түні бойы бірге болдым, ал ұйқыдан тұрсам, ол жоқ, деп Мелисса бұл жағдайды баяндаған екен. Сыртқы есік ашық. Карли болса жақын маңнан көрінбейді. Үйден кетерде Карли өзімен ештеңе алмапты. Телефон, ақша, қажетті тауарлар деген секілді. Күн суық болса да, ол үйден жеңіл киіммен шығып кетіпті. Карли жоғалған уақыттан бастап, Закари мен Мелисса 2 сағат жақын маңдағы бүкіл жерді көлікпен аралап шыққан екен. Закари Линдсиге болған жағдайды айтып, полиция шақырады. Бір офицердің айтуы бойынша, бұл операцияға бірнеше тікұшақ, иіс сезгіш иттер және 60 адамнан құралған жасақ қатысқан екен. Оны көрген адамдар да болыпты. 6:30 шамасында 78 жасар тұрғын оны сол маңнан көрген. Ол аспанға бірнеше рет қарап кетіп бара жатыр екен.
Шерифтер бүкіл Калифорнияға іздеу саламыз деген плакаттар ілді. Бір аптадан соң 13 күні сол аумақтан өткен 50 көлікте Карлиге ұқсайтын ешбір адамды көрмегенін айтады. Желтоқсан айында бір қан болып жатқан киім табылды. Бірақ бұның Карлиге қатысы жоқ екен. 2019 жылы қаңтар айында заңсыз шөпті қызға ұсынған үшін 18 жасар жігіт айыпталады. Бірақ сотта ешқандай дәлел болмағандықтан оны босатыпты. Закаридің айтуынша, ол бізден бірдеңе жасырды, оны біреу қорқытқан дейді. Линдси бұл жағдайды милициядан көріпті. Меніңше, милиция оны таңертең ашық көзімен көргеннен бастап, ол сол жерде көз жұмған шығар дейді. Бірнеше айдан бері ешқандай хабар жоқ. Қыз қайда жоғалып кетуі түсініксіз. Алдыңғы видеомызда айтып кеткен бір фактор Карли Гусе ол Кейти Ап. Бұл жалған. Иә, түрлері ұқсағанымен бұл шындыққа жанаспайды. Сол жылы сол аумақта тағы бір қыз жоғалып кетіпті. Мүмкін сол жерде жас қыздарды өлтіретін біреу бар шығар. Бұны да түртіп алу қажет. Біз нақты ештеңе білмейміз. Осылайша видеомыз аяқталды. Өз ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Жалғасын түсіруді сұрадыңыздар, біз түсірдік. Лайктарыңызды басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Бізде осымен осы. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.